Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте жұмсақ баяғыда әжелеріміз үй жағдайында дайындап беретін қылмынды жасап көрсететін боламын. Ендеше міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге дайын осындай лаваш қажет болады. Яғни кез келген дүкендерден табылатын лаваш осындай жұқа түрін таңдап аласыз. Сонымен қатар бізге сүт қажет болады. Сүттің майлылығы негізі маңызды емес. Кез келген дүкеннің немесе қолдың сүтін қолдансаңыздар да болады. Және де құмшекер қажет болады. Осындай 3 затпен кереметтей қылмынды жасап көрсететін боламын. Ең алдымен біз қылмындының, яғни ортасына жағатын быламығын дайындап алатын боламыз. Ол үшін ыдысымызға сүтімізді құйып алатын боламыз. Менде яғни 1 литр сүт, 1 литр сүтімізді толықтай пісірмей, пісіруге жетпей қайнатып алатын боламыз. Және де осы уақыт аралығында біз ұнымызға және құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы видеоның астына описание бөліміне мөлшерлерін, құрамын жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Мінекей екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Қазір біздің сүтіміз, яғни пісіп дайын болған кезінде осы құрғақ құрамдарымызды салатын боламыз. Ал егер де құмшекері аз болса, егер сіз тәттіні қатты жақсы көретін болсаңыз, онда құмшекерін көбірек салсаңыз да болады. Мінекей біздің сүтіміз пісіп дайын болды, яғни толықтай пісірмейсіздер, пісуге жеткізбей жаңағы дайындап қойған құрғақ құрамдарымызды салып шығатын боламыз, яғни құмшекеріміз бен ұнымызды. Осылай араластырыңыздар, тез-тезден бірден жаңағы ұнды салғаннан кейін араластырыңыздар, тез-тезден өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін бірден ұн мен құмшекерді салғаннан кейін тоқтамай үздіксіз осылай араластырып отырасыздар. Үздіксіз араластыру уақытысында біздің жаңағы сұйық массамыз қою массаға енуі керек. Мінекей осындай болып, дәл видеодағыдай. Бұл дегеніміз біздің бұламығымыз дайын деген сөз. Дайын болған бұламықтың үстіне аз мөлшерде сарымайымызды саламыз. Сарымайымыз ерігенше 1 немесе 2 минут аралығында араластырып отырамыз. Осымен біздің бұламығымыз дайын. Ал ендігі кезекте біз лаваштың ортасына жағатын сарымайды, яғни күйдіріп алатын боламыз. Ол үшін бізге 82,5% сарымай қажет болады. Осы сарымайымызды жақсылап күйдіріп ертіп алатын боламыз. Егер де сіздерде қолдың майы болса, онда тіптен керемет дәмді болып шығады. Ендігі кезекте лавашымызды осылай пышақтың көмегімен теңдей 2-ге бөліп алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, менің дәл осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар дегім келеді. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ендігі кезекте біз жаңағы дайындап алған, яғни ертіп алған сарымайымызды осылай щетканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне, шетіне жететіндей етіп толықтай жағып шықтық. Көріп тұрғандарыңыздай, енді осының үстіне дайындап алған бұламығымызды да салып алатын боламыз. Бұламықтың, яғни молдау болғаны жақсы, өйткені яғни жаңағы сіңіп кетеді. Сол үшін барынша 2-3 ас қасықтан, яғни сала берсеңіздер болады. Толтырып, барлық жеріне, яғни шетіне жететіндей етіп толықтай жағып шығатын боламыз. Ал ендігі кезекте дайын болған лавашымызды осылай орап шығатын боламыз, дәл видеодағыдай 3 бұрышты етіп. Әрине өз қалауларыңыз бойынша орап дайындап алсаңыздар да болады.
Барлық қылмындымызды осылай кезек-кезек ретімен осылай алдын ала дайындап аласыздар. Дәл видеодағыдай мен көрсеткендей етіп. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да артық уақытыңызды алмайтын және де барлық үйден табыла қоятын заттармен, яғни қол жетімді заттармен жасап сіздерге ұсынып көрсетіп отырмын. Мінекей барлығын осылай дайындап алдым. Ал ендігі кезекте біздің қылмындымызды, яғни осындай таба қажет болады. Табамызға екі шетін 2 немесе 3 минут аралығында қыздырып алатын боламыз. Барлық қылмындымызды кезегімен осылай дайындап, яғни қыздырып аласыздар. Осымен біздің қылмындымыз дайын. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, сондай жұмсақ болып пісіп шығады. Және де жасап жақындарыңызды қуантып қойыңыздар дегім келеді. Сіздермен болған Гүлбану. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Келесі видеоларда кездескенше міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз және де өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.